Мы со своей стороны также от имени генерального директора нашего... Бізде өз тарапымыздан бас директор атынан бірнеше адамға колледж бен университетте тегін оқуға білім грантын бердік. Сонымен қатар студенттер арасында ғылыми жұмыс бойынша байқау жариялап тұрамыз. Жүлде ретінде 1 жыл бойы шәкіртақы беріледі. Бір айта кетерлігі, осындай байқауға қатысқан азаматтардың көбі кейін бізде жұмыс істеуге келеді. Биыл мен босаттым, 42 түлек босаттым. Түгелі жұмысқа орналасқан мамандық бойынша. Соның өзінде маған жылу электр орталықтарынан, біздің кәсіп орындардан звондап сұрайды. Өзіміз үйретіп аламыз. Мен айтам, 3-ші курстағы студент, ол практиканы өткеннен кейін ол келіп 4-ші курста оқу керек, бізге аяқтау керек, өз білімін жетілдіру керек. Жоқ, біз өзіміз үйретіп аламыз, беріңіздерші бізге, бізде мамандар жеткіліксіз деп. Солай өтініш жазады. Бірақ енді сондай жағдай болмау үшін қазіргі кезден бастап біз қолға алмасақ, жағдайымыз мүшкіл болуы мүмкін. Ол біздің университеттің проблемасы емес, ол бүкіл біздің Қазақстанның проблемасы. Біздің облыста ғана жетіспейді емес жылу энергетика мамандары, ол бүкіл Қазақстан бойынша жетіспейді. Сіздер көріп отырсыздар, қазір жағдайда мына Екібастұз жағдайы болды, одан басқа да басқа өңірлерде болып жатыр, сонда жағдайларымыз, жылу энергетикасы болғандықтан қондырғылар жұмыс жасап тұру керек. Үздіксіз сенімді жұмыс жасап тұру керек. Соны бақылап, бағып жұмыс жасататын ол жылу энергетика мамандары. Жылу энергетика мамандары болмаса, барлығы істен шығып, уже электр энергетика мамандары да уже керек жоқ болады бізге. Өйткені жылу энергетикасы бізге электр энергиясын өндіреді. Электр энергиясы болмаса, керегіне бізге электриктардың